Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өзім қолданып жүрген трубочки рецептісімен бөлісетін боламын. Керемет, өте тәтті болып шығады. Отбасыңыздың үлкен кішісіне де ұнайтыны сөзсіз. Сол себептен менімен бірге дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Мұнда менде жұмыртқа, тұз, уксус және де суымызды құйып араластырып аламыз. Ендігі кезекте ситодан өткізілген ұнға салқын сары майды теркадан өткізіп аламыз. Барлығын қолымызбен қысып, біріктіріп, песочный тесто шығарамыз. Жаңағы жұмыртқалы массамызды сәл-сәлден құя отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды пищевой пленкамен жауып, 20 минут холодильникке қойып қою керек. Дайын қамырды мен өз кезегімде 3-ке бөліп аламын. Соның бір бөлігін сіздерге көрсетемін. Жұқалап жайып, бөліктерге кесіп аламыз. Көріп отырғандарыңыздай нанымыз өте жұқа емес, қалың емес, орташа болады. Осы дайын қамырымызды трубочки формаларына ораймыз. Әркімде трубочки формалары әртүрлі болып келеді. Кейбіреулері майлауды қажет етеді. Менің жағдайымда майламай-ақ салсаңыз, жабыспай барлығы өте керемет болып шығады. Ендігі кезекте әрбір қамырдың бетін жұмыртқаның сарысымен майлап шығу керек. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарып дайын болғанша пісіріп аласыздар. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай барлығы дайын. Ендігі кезекте дайын кремді трубочкилерге насадкамен құйып шығу қажет. Осы өзімнің трубочкилеріме белковый кремді пайдаландым. Өте жақсы белковый кремнің рецептісін менің каналымнан көрсеңіздер болады. Ссылкасын астына описанияға белгілеп кетемін. Құрамы қолжетімді, өте жеңіл дайындалатын крем. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымның дамуына үлес қосып, подписаться басуларыңызды сұраймын. Дайын трубочкилердің бетін әдемілеп, сахарная пудра сеуіп, әрлеп шықтым. Каналымдағы басқа да видео рецептерді көріп, бағалап кетіңіздер.